Достар, бүгінгі подкастымыз UFC 311-ге арналады. Ислам Махачев Царукянға қарсы және де Дваришвили Нурмагомедовке қарсы кімнен белбеуді тартып алады, немесе белбеу сақталып қалады ма, қандай трэш-токтар болып жатыр, жалпы осы төбелестің айналасында қандай әңгіме болып жатыр, барлығын біздің қонақтармен әңгімелесетін боламыз. Достар, сіздерге жағымды жаңалығымыз бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай жаңа арна ашылды. Алим Лайф деп аталады, және біздің алғашқы шығарылымымыз Эль Классикодан Реал Мадрид пен Барселона арасындағы болды. Ол жақта біз көптеген қызықты подкасттар, эксклюзивті сұхбаттар және де ғаламат влогтар түсіретін боламыз. Міндетті түрде төменде көрсетілген сілтемеге өтіңіздер, біздің жаңа арнамызға тіркеліңіздер. Рахмет, достар. Сәлем, достар, сіздермен Алим Лайф және де оның жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Бұл біздің енді алғашқы дәл осындай подкастымыз, UFC-ге арналған подкасттарымыздың бірі. Біздің арнамыздың және әдеттегідей біздің енді қонақтарымыз, Жұман Жұмабеков, Ақтөре Батырбек, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Жаңа жылдан кейін алғашқы рет көрісіп тұрмыз. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Әдемі. Енді айта кетейік, сіздер мынау біздің арнамыздың жалпы подкасттарының алғашқы қонағысыздар. Құтты болсын. Рахмет. Күшті. Бұдан да биік шыңдар бағындыра бер. Әумин айтқаныңыз келсін. Алим Лайф деген керемет екен. Енді бірінші подкастқа бізге отырық, Жұмекеңге қуаныштымыз. Алғары өсе беріңдер. Рахмет көп. Енді жалпы өздеріңіз біліп отқандай, мынау дәл осы теледидарда көрсетіліп тұрғандай, біз UFC 311 туралы айтатын боламыз. 18 күні Америкада, біздің уақытпен 19 күні таңда, қаңтардың Лос-Анджелес қаласында Intuit Dome дейді, немесе Crypto.com деп аталады. Дәл сол аренада өтеді. Керемет карт. Екі бірдей белбеуге талас болады. Екі бірдей бір мектептің деп айтайық, бір жаңағы кемп өтіп жатқан бір ауылдастардың деп айтайықшы, өздері біреуі қорғаса, біреуі сол титулға таласатын болады, және де тілдерінде білетін осы грузиялық және армениялық біз жауынгерлердің осы төбелесін көретін боламыз. Бірінші болып осы дәл осы Мераб Двалишвили мен Умар Нурмагомедов туралы айта кетейікші. Көптеген ақпараттар жүр, Мерабтың өзі де айтып жатыр, жалпы Умарға бұл UFC тарапынан дәл сол ағасының арқасында жасалынған тосынсый деп жатады. Жұмеке, енді өзіңіз бастасаңыз, не деп ойлайсыз? Умардың қазіргі таңда рекорд 18-0. Бірақ UFC-де ол рекордтарды кімдерге қарсы жасады, Мерабқа қарағанда дегендей? Ол жаңа өзің айтып өткендей, Хабибтің есімі кез келген жерде оған көмек береді деп ойлаймын. Өйткені Хабибтің демеуде болды мүмкін әбден. Өйткені Умар, екеуін салыстыруға келмейді. Мерабтың өткен жолы өте ауыр. Менмін деген кезінде мықты қарсыластарды ұтып, енді орысша айтқанда заслуженно дейді ғой, өзінің чемпиондық белбеуін алып отыр. Бірақ енді оймен шығатын қарсыластарда қалмады. Мысалы қарап отырсам, мен өзім қарап отырам, ол салмақты, өйткені біздің салмақ болған екен, маған қызықты өте. Сөйткені бір шетінен Умарға да берген дұрыс ол белбеуді. Умарда өйткені қателеспесем біздің Бекзатпен төбелескенде де мысалы Умарға қарсылас таппаған болатын. Сол себепті Бекзатқа осындай ұсыныс келді. Бекзат ол ұсыныстан бас тарта алмай осы жекпе-жекті берген болатын. Екеуі төбелесті, өкінішке орай Бекзат бауырымыз ұтылды. Бірақ оның өзінде жарқын жекпе-жек көрсетті. Сол себепте Умардың мүмкін сол қасиетіне де жаңа бір шетінен Хабибтің несі бар, демеуінің арқасында да осындай жекпе-жекті беріп отыр деп ойлаймын. Дана Уайт UFC-дің тарапынан. Бірақ енді мен үшін өте тартысты жекпе-жек. Мен егер өз немді айтатын болсам, мен 50-50 деп айтатын тарапынан. Өйткені екеуі де кімді білеміз, Мерабты раундтан раундқа қосады, шаршамайтын жауынгерлердің бірі. Оны мен Петр Янмен бойын жекпе-жегінде байқаған болатынмын. Петр Янды ұрды да, Петр Янмен күресіп тастады. Сол себепте әрине бұл жерде тек қана несіне байланысты, настроена байланысты Мерабтың. Егер кімді Умарды былай серьез қабылдайтын болса, жақсы жекпе-жек болады. Егер менсінбеу жағынан болатын болса, Умар ондай қарсыластарды ешқашан кешірмейді. Енді екеуінің IQ-ында да
өзгерістер көп, өйткені Омар өте ақылды төбелесетін жауынгерлердің бірі, күшін сынап, ал кім өзінің бір ғана күшіне сенетін, мен оны білем, кімді? Мерапты. Ол өзінің функционалдығына сенеді. Өйткені шаршамайтын жауынгерлердің бірі. Бірақ енді қызық мен үшін жекпе-жек сөзді шыны керек. Ақтөре? Я негізі Хабиб ағаң болса жақсы сияқты. Статусқа да қарайды ғой негізі по-любому UFC, Дана Уайтпен общение деген сияқты. Енді бізде де Алла қаласа келе жатыр ғой алда біздің де ағайындар. Бұл жерде енді Омардың соңғы бойы Бекзатпен ғана болды ғой, иә? Жоқ. Санс Хагимен болды. Сен Хагимен болды. Иә, соны ұтып, ода Мераптікі соңғы бойы поясқа төбелескен кезде. Соны көрдік, енді стойкада да көбінесе күреске кіре берді ғой негізі. Ал енді бұл жерде енді Омармен шықса, бұл енді Мерап стойкада істейді, а Омар постоянно сол күресін істейтін сияқты. Өйткені Омардың күресіне сомнение жоқ. Хабиб әдеміліп енді бұл поясқа по-любому былай айтқанда Омар кәдімгідей барын салады да. Өйткені бұл поясты алып ары қарай шығу керек қой, енді ағасы сияқты өзі айтқан ғой, енді Хабиб сияқты болғым келеді деген сияқты. Және де марқұм әкесінің нелерін орындайды ғой арман. Иә, сол үшін 60-та 40 беремін мен. Омарға 60, Мерапқа 40. Жалпы осы төбелестің алдында мына Мерапта мен сол Шавкатқа барған кезде де UFC 310-ның алдында да пресс-конференция болды ғой. Сол жерде көп айтып жатты, сен фейк чемпионсың деп Омар тиісіп жатты. Иә, ерекс болды. Ал Мерап болса, сен жаңа бұл подарок UFC-дің арқасынан беріп жатқан деп. Шынымен де былай енді Омардың төбелескен адамдарын қарайтын болсақ, Барселаспен төбелесті, одан кейін біздің Бекзатпен, енді Бекзатқа бұл жерге ультиматум ғой таза. Сен UFC-ге біз саған келісімшарт береміз, бірақ бір біздің условиямыз бар. Сен Омармен шығасың. Шықпайсың ба? Контракт жоқ. Контракт жоқ. Бекзат келісті. Бекзат қысқа мерзімде, одан қалса ол кемпті ол бір Таиландқа барып, немесе бір Америкада өткен жоқ, Алматыда кәдімгі жаттығу жасап жүрді. Ол бізге де подкастқа келген болатын. Бекзат енді барынша айтты, қолынан келген жасады. Тіпті достар, сәлем, менің жаңа арнама қош келдіңіздер. Арнаның есімі Алем Лайф деп аталады, және де біздің атымыздан осы кереметтей ұлттық құраманың жейдесін жеңіп алғыңыз келсе, арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, біздің осы керемет сыйлығымызды жеңіп аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, Алем Лайфқа жазылыңыздар. Ойланбастан қабылдадым. Бірінші раундтан шайқап алған жерде болды ғой. Жақсы соққыс өткен кезде Омар құлап қалған кезде болды ғой. Одан кейін сол жаңа Сент Хагенмен төбелесті. Ал енді сол Мерапқа келетін болсақ, мұндағы тізімді ашсақ, Альдо, Петр Ян, Секудо, соңғысы Омали, барлығы топтар. Барлығы топтар, және де Мерапты айтып отыр. Мен Омарды там қаңтарда, қателеспесем апрельде Петр Янмен шығам. Сосын августта немесе сентябрьда Омалимен төбелесем дейді қайтадан. Өзі солай салып отыр әлеуметтік желісіне. Яғни, биылғы осы жоспары, мақсатым менің мықты дегендей. Және осы Мерап туралы айтатын болсақ, бұл 2012 жылы ақш-қа құрылысшы болып көшіп барған. Бұл жерде мынандай да қарап отырсақ, Омардың енді Хабиб сияқты емес жағдайлары. Себебі Хабиб ол өзін жасады, ол кезде жаңағыдай аш бала дейді ғой енді. Аш бала болды. Омар сәл Хабибке қарағанда тоқтау бала енді. Ал Мераптың жүріп өткен жолын айтатын болсақ, бұл жерде енді как адам ретінде айтатын болсақ, құрылысшы болып барды, төбелесіп жүрді, өзінің жұмысын жасап жүрді. Содан кейін ковид болып кеткен кезде жұмыстан бойды қойып, таза құрылысқа кетті. Бірақ сол бір жаңағы біздің Дияр жеңіп алды ғой. Жаңағы Дана Уайттың жасайтын контент. Сол сияқтыдан бұл жерде де Мерап көзге түседі. Контракт алады, және де өзінің осы сіз айтқандай жаңа функционалдысы болсын, өзінің күші болсын, өзінің осы бір алға қойған мақсатының арқасында чемпион болып отыр да. Тіпті осы Омалиді ұтқан кезінде, осы белбеуді беліне таққан кезде қалай жылағанын көріп отырдық қой. Былай қарап тұрсақ, жауынгер қанша адамды пытырлатып жеңіп келе жатыр. Октагонда кәдімгідей жылап жатыр да еңіреп. Бұл деген сол анау көз алдынан сол жүріп өткен жолы бір сол кезде қайтадан бір 10 секундтың ішінде бір сыйдырып алған сияқты. Сондай болады ғой. Ана YouTube-та X2-ны қосып қойып көреміз ғой кейде. Сол сияқты өткен сияқты да, былай қарап тұрсаң, көзіне жас келді. Мераптың айтып отқанына да келісуге болады бұл жерде. Тосын сый дегендей. UFC тарапынан. Бірақ Жұмеке сіз айтқандай басқа кім шығады? Петр Янның қателеспесек өзінің бойы бар, алдағы төбелесетін.
шонымен қайтадан шығайын десе қызық емес та, жақында ғана төбелесті. Ал жалып салтыға кетті. Иә. Ал енді Умар бұл жерде енді нағыз осы үміткерлердің бірі болыпты, және де тағы да бір мынандай әңгіме болып жатыр. Умар Мераппен бірге жаттығу жасап жүрген, соның кемпінде болған Магди Амачев, дагестандық. Жаңағы Мерап оған Америкаға келген кезде жаңағы тегін тұруға, жаттығу жасауға сәл-пәл қалтасына ақша беріп тұрған дагестандық осы жауынгер осы төбелестен алдын, осы бойдан алдын Умардың командасына қосылып кетіпті деген. Соған көмектесіп жатыр деген. Осы туралы қалай ойлайсыздар? Бұл енді сөзсіз қазақ-қазақпен көмектескісі келеді. Бұл жерде былай қарап тұрсақ, оны да түсінуге болады. Бірақ енді қаншалықты осы бір Мерапқа деген, енді бұл орыстар айтады ғой, войне все способы хороши дегендей. Бұл да бір миына кіру ғой. Бұл да бір ашуландыру, психологиялық тұрғыда қасында жүрген бала, мысалға бізде қазақта бүйтіп өсірген ем деп айтады ғой. Осы туралы қалай ойлайсыздар? Қаншалықты өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін? Мен егер дәл осы жағдайды мен өз жеке басыммен алатын болсам, мен де жаңа жігіттің орындағыдай жасайтын едім. Өйткені менің бірінші орында менің ұлтымның абыройы бірінші орында тұрады. Ал егер екінші жағдайды қарайтын болсақ, мен мысалы өз орныммен алып жаңағыдай көмек беріп ертең ұтқан жағдайда егер мені алып кетсе, мен сөзсіз ненің астында қаламын да. Жаңағыдай өз елімнің ненің астында, ол ең жаман нәрсе да. Ол жігітті құптаймын. Оны ешкім кінәламайды, оны ешкім кінәлай алмайды да. Ол мен ойлаймын, ол жігіттің жасап жатқаны дұрыс деп. Бірақ мен ойлаймын, ол бір андай психологиялық тұрғыдан емес, ол өзінің таңдауын жасады, өзінің таңдауын істеді, былай кетті, болды. Мен тек қана солай ойлаймын. Өйткені мен бұл жақтан Омарға немесе Хабибқа немесе Исламға ондай адамдар керек емес деп ойлаймын, жаңағы психологияға тиісіп. Бұл жігіттер өз еңбектеніп жүрген жігіттер. Бұл жігіттердің залына барған жігіттердің бәрі мойындайды, олардың уровендері қайда кетіп қалған алға деп. Мысалы қанша боецтер барып жатыр, көріп жатыр, бұлардың жаттығуын таң қалып жатыр бәрі. Сол секілді Белалдың өзі айтады, мысалы, бұлардың командасына келгенде бәрі чемпион мира. Кіммен тұрасың, бәрі саған бермейді да. Ол таң қалып жатыр да. Сол секілді ғой бұл жерде. Ол жерде өзінің абыройын ойлады, өзінің несін, ұлтының. Мен де солай жасаушы едім, бірақ ол жігіттікі мен қате деп ойламын. Бұл жерде андай ғой, главный осы айтып кетсе ғой, осылай түсін, мен типа командама анаяққа барайын, өз елім деген сияқты. А енді оның Мерапқа вообще алмайтын да шығар, оның басына. Өз дайындығы да мықты. Өз командасына барған дұрыс деп ойлаймын. Мен де сол жүрмеген қосылып. Бірақ Мерап дәл осы Умар мен жаңағы Магдидің жаттығу жасап жатқан суретіне мынандай пікір айтыпты да. Бұл сурет көрген кезде мен жүрегім аздап жараланды дегендей. Маған сәл көңіліме тиді дегендей. Бірақ Умар осы кеше ғана баспасөз мәслихатында айтқан болатын. Бізге келді Магди, жаттығу жасап жүр. Бірақ ол келіп бір Мераптың қандай да бір тактикасын, жүйесін айтып жатқан жоқ. Ол біздің бауырымыз, ол дагестандық, келіп жаттығу бізбен бірге күндіз жасайды. Кешке барса Мераппен бірге жасап жүрген дейді. Бірақ фото тарап кеткеннен кейін Мераптың бас бапкері айтыпты, бойға дейін келмек қой залға дегендей. Мүмкін енді бойдан кейін де келмек қой болатын шығар, білмейміз ғой, көреміз. Бірақ кеше Умардың өзі осылай айтқан болатын. Жалпы енді оны жерде қалдырмайды ғой, бір кез Умар мен Хабиб естіген екен осы жағдайда. Сол сияқты. Түсінікті, бұл жерде жаңа айтып жатсыз, Жұмеке, 50-50 деп. Көбісі осы Умарды, осы Ислам болсын, барлық енді Хабиб дайындап жатыр ғой. Бұған дейін Хабиб қатты бір араласпайтын, нағыз осы кемп өтуге. Бойға келетін, секунданты болып беретін, немесе соңғы бір апта 10 күн жанында жүретін. Бірақ толыққанды осы дайындықты, сол желтоқсан айынан болсын, қараша айынан болсын бастап кеткен дайындықта жанында жүр. Көптеген фотолар шығып жатыр, бел алдыңда солармен бірге жүрген фотолар шығып жатыр. Қаншалықты Хабиб ішінде осы жалпы Умардың чемпион болып Мераптан белбеу тартып алғаны және Исламның тағы да бір рет қорғағаны маңызды деп ойлайсыз. Жалпы осы Дагестан енді төбелес мектебі демек қояйық, күрес мектебі ғой енді. Қатты төбелес емес қой бұл жерде, Күрес қой. Қаншалықты маңызды деп ойлайсыз?
Хабибтің мен өйткені былай деп түсінемін да, ол Хабибтің егер былай психологик жағынан алатын болсаң, тарихтарында мысалы әкесі алып келді. Бірақ әкесі айтқан болатын, бәріміздің есімізде ол нәрсе: после Хабиба чемпионом станет Ислам Махачев деді. Ол план орындалды, Ислам Махачев бірақ әкеден айырылды да, ол оның нәрсені көрмеді. Енді үшінші тұрған қазір Умар. Өйткені Хабиб та соны түсінеді, оны біледі, оған өте ауыр. Оның өзі де мысалы қалжыңдап болып, әзілдеп болса да айтады ғой, менің өзім төбелескенім оңай дейді да, бұлар қарап отқаннан гөрі. Сол секілді бұл бір шетінен әкесінің мұрағатын жалғастыру деп ойлаймын. Өйткені бар күшін салып жатыр Хабиб қазір өз қолына келетін нәрсені. Сол үшін бұларда ең бастысы тарих жасау ғой. Енді қазір ойлашы, бауырым, бір залдан, бір Дагестан демей-ақ қояйын да, бір залдан 2-1 мысалы UFC чемпионы жарды. Хабиб, Ислам, енді үшінші кезек кеп тұр Умар. Онда мүмкіндікті Хабиб жайдан жай жібермейді. Сол үшін басынан аяғына дейін жанында жүрген сол Хабиб. Ол бірінші, ол әкесінің қалдырған өсиеті, екінші ол әкесінің ізін ары қарай жалғастыру деп ойлаймын сол себепті. Әрине Хабиб деген ат ол кез келген жауынгерге, мысалы Хабиб деп мысалы естіген кезде кәдімгі денең тітіркеніп кететіндей есімдердің бірі, ол әрине қатты күш, қатты сенім білдіреді командаға. Омарда мысалы кімде айтып жатыр ғой, да Мерапта маған Хабиб болсын, басқасы болсын, секундан кім болса да маған бәрібір деген секілді, оның бәрі әңгіме, бірақ ол жаңа өзің айтқандай психологиялық тұрғыда ол кішкене әсерін береді. Өйткені сондай нәрсе. Мынандай сұрақ, білеміз Хабибтің енді аңыз ғой, тірі аңыз ғой, оны ешкім жоққа шығармайды, өзінің деген жасап кетті, кеткен кезде де әдемі кетті дегенде, ертең осы төбелес 5 раунд 50-ге 50 болып аяқталды дейік. Ничья ма? Ничья болып. Раунд сынды мен. Бірақ Хабибтің бір тақырбас көкемізбен жақсы араласатыны бар, Дана Уайтпен. Қызық болып шешімдер қабылданып кетпей ме? Себебі Дана Уайттың өзі осы соңғы Волков төбелесті Гаммен. Бірден октагон жанында айтты: "Тебя обокрали" деді. "Сен ұрлап кетті" деді. "Мен түсінбеймін бұлардың не істеп жатқанын" дейді. Бірақ енді білмеймін енді, сен президент болып сен қалай түсінбейсің? Мысалға дегендей дүние болады да. Осы мәселе ертең сәл андай қайтадан бір дау болып кетіп, Мерап қайтадан ойбай мен екіншісін сұраймын деген дүниелер болып қалу қаупі бар ма? Егерде 50-ге 50 болып аяқталса бой. Умармен ба? Иә. Умарға бере жіберу мүмкін ба деп жатқаным ғой бұл жерде. Мүмкін. Бокста да ондай сәттер көп білеміз, бизнес жағынан. Иә. Енді ол UFC тоже бизнес. UFC бизнестің бизнесі ғой. Сол сияқты бауырым, бәрі мүмкін ғой. Ол жерде жоқ деп айта алмаймын мен, қазір я деп те айта алмаймын. Сол секілді кімге қайсысы чемпион ретінде ары қарай ақша табуға ыңғайлы, сол чемпион болады, егер жаңағыдай жағдайда болатын болса. Мен ешқандай жауап айта алмаймын бұл жерде. Бәрі мүмкін. Қалай ойлайсың? Бұл жерде енді Умардың 18-де 0 бар ғой. 0-ға 1-ді қоспайды деп ойлаймын, өйткені Умарда қызық қой. Ағылшынша сөйлеп тұр. Хабибтің командасы, Исламның командасы бәрі бірге. По-любому Исламға, Умарға бер жіберіп, енді Мерапқа типа алдың ғой сен деп. 5 класс алдым. 18-де 5. Бірақ бұл жерде қарап атсақ, негізі шынымен бизнес деп қарасақ та, Умар чемпион болсын дейге, қайтадан мынаяқтан Мераппен Ян төбелесуі мүмкін, немесе Шон Омайле төбелеседі. Осы екеуінің жеңімпазы қайтадан Умарға претендент болып келеді поясқа, иә. Бұл да бизнес жағынан негізі бір жақсы дүние деп ойлаймыз. Енді болжамға келетін болсақ, бұл жерде 50-де 50 емес, осылай болады ау деп бір айтып көрсек, сабмишн болсын, досрочный болсын. Менің жеке өз ойым, бұл жерде 5 раундтық жекпе-жек болады. Төрешілер шешімімен Омар жеңіске жетті деп ойлаймын. Өйткені кімді қылғындыру да оңай емес. Омардың да енді Мерапқа қарағанда тұрып төбелесу өнерінен әлдеқайда жақсы төбелеседі Омар. Бірақ кімді нокаутқа жіберуі мүмкін емес та ол. Мерапты ма? Өйткені өте ауыр. Өйткені Петр Мемин деген Петр боксердің өзі оны нокаутқа түсіре алмады. Шон Омайле өзі түсіре алмады. 5 раундтық жекпе-жек болады мен үшін. Ол жерде Омар сол төрешілердің шешімі жетеді деп ойлаймын өзім. Ақтөре? Айтайын, примерно дейсің. 3-ші раунд добивание или қылқындыру. Кім?
омар ма әню дегенді естиміз ба Баффердің. Жарайды, түсінікті. Көрейік, өте қызықты. Енді осы кештің енді басты төбелесі Ислам Махачев 26-да 1 рекордымен Арман Царукянға шығады, 22-де 3. Жаңағы Жұмеке өзіңіз айтқандай, Мерап Хабиб болсын, басқа болсын, маған бәрібір деп айтты дедіңіз, бірақ психологиялық тұрда ол өз несін жасайды дедіңіз ғой. Арман әкесі армениялық өте мықты бизнесмен, мұнаймен айналысатын кісі. Баласына айтыпты, осы пресс-конференцияда айтып отыр, сақалыңның шашыңды алып бар, ертең кедергі болмасын төбелесте. Сосын еңсеңді биік көтеріп жүр, аналар ойламасын сен қорқады депті. Сөйтіп әкесі осындай ексіз айтып жүрген екен. Сол сияқты бұл жерде де енді жаңа сіздің ойыңыз айтып тұр ғой, ар жақта Хабиб бар деп қорықпа, еңсеңді көтеріп жүр, сен де енді жайдан жай шыққан бала емессің. Бұл жерде енді тағы да жаңа Мерап туралы айтып жатырмыз, Арман туралы айтсақ, бұл енді қарама қайшылық. Бұл жақсы семьядан шыққан бала, жағдайы жақсы, аш емес, қандай да бір әлемге бірдеңке көрсетіп, мен осындай жол өттім деп жаңағы Мерап сияқты көз алдынан 10 секундта өтетіндей не емес. Қаласа бизнес тұр, әкеңнің жолын жалғастыра бер, әкеңнен бір дүние аштыртып ал да, соны айналдырып жүре бер дегендей ше. Бірақ Арман осы жолды таңдады. Және бұның да айтқан сөзі, менің жалпы осы ММА-ға бастап, өзіме деген бір осымен айналысқым келеді деп шешім қабылдауының себебі Хабиб дейді. Қалай соны? Бұл ММА бастап жүрген, енді былай тренировкаға барып жүрген, бұл жас қой енді 28-де қазір. Сөйтіп жаңа қатысып жүрген, 1-2 бойға шыққан шығар, енді 1-2 рекордтан енді 2-0, 3-0 жүрген кезінде, енді сенде выбор тұрады, таңдау тұрады. Жаңа бизнеспен кету, немесе осы жолға кету. Сол кезде Хабибтің жолын көріп, мен осының соңына шейін қуам деген екен. Яғни енді қазір сол Хабибтің інісі ғой, енді былай қарап. Бұл жерде бөліп жарудың қажет жоқ. Барлығы бір неде жүргеннен кейін исламға қарсы шығайын деп тұр. Ислам да оңай шағылатын жаңағы емес. Осы жалпы төбелес туралы енді не ойлайсыздар, қалай болады? Ең қызығы осы сияқты негізі маған. Ана екеуінен қарағанда осы жекпе-жек қызық. Ислам мен Царукян 5 жыл бұрын екеуі кездесті Москвада. Ең бірінші Царукянның несі. Бірақ Исламда бір ұнайтын қасиеттердің бірі, ол шындықты айтатын жігіттердің бірі ғой негізі. Ол айтып отыр, кішкене меншіндеушілік болды менің тарапымнан деді. Ол жекпе-жекті мен оңай қабылдадым деді. Сол секілді маған ол жекпе-жек. Негізі былай қарап тұрсаң төбелесте, бауырым, ол сенің физикаңда емес, мысалы да, сенің дене әлпетің емес, бұл жерде шешетін настрой мен жүрек қой негізі. Ислам өзі айтып отыр ғой, кішкене жеңілдік қабылдадым бұл ойды дейді. Қарсыласымда қатты бағалаған жоқпын, сол себепті маған ол ауыр жекпе-жек болды деді. Мен ол жекпе-жекті көрдім 3 раунд. Өте қиын жекпе-жек болды Ислам үшін. Бірақ енді сол сәтке дейін Исламды, енді осы сәтке дейін салыстыратын болсақ, екеуінің жүріп өткен жолдары. Исламның ауыр жолдары, мықты қарсыластармен төбелесті. Мен енді 1-2 қарсылас болған шығар, кімнің Арманмен төбелескен Дэвид Рамос болды, Оливера болды, басқа кім болды? Басқа ешкім болмады. Енді біздің енді Дамир Исмағұлов болды. Жоқ. Кім төбелескенін айтам да, Исламның төбелескен қарсыластары. Царукянмен бірге екеуімен бірге түскен қарсыластарын айтып отырмын ба? Сол Оливера болды ғой. Екеуінде мысалы қарап тұрсаң, екеуінде деңгейлі әртүрлі болды да қарсыластары. Енді сол уақыттың ішінде Ислам чемпион болды. Тәжірибені жинап алды. Менің деген қарсыластарды ұтты. Енді Арманға келетін болсақ, енді бұл Арман бұл айтып жатыр, мен 5 жылдың ішінде қалай өстім дейді. Бірақ қарап тұрсам, бұл жекпе-жек негізі Исламға керек емес сияқты көрінеді. Былай. Жоқ, былай керек емес сияқты қабылдайды да, өзін түсінің ба? Бірақ енді UFC сол беріп отқаннан кейін бұл жекпе-жекті қабылдап отыр деген мағынада ғой. Ал Арманға кішкене ішінде бар сияқты да, түсінің ба? Әңгімесіне мысалы беріп отқан интервьюсіне қарасаң, сол 5 жылда бұрын қалып кеткен нәрсе әлі несіне тұрған секілді деймін. Сол секілді. Бірақ енді бұл жерде мен ойлаймын, сөзсіз Ислам фаворит мен үшін. Ислам бұл жерде сөзсіз жеңіске жетті білемін болды. Мен ойламаймын қай жағынан таңғалдыру мүмкін Арман Исламда. Мысалы
егер тікке тұрып айқазатын жағынан алатын болсақ исламда қазір әжептәуір осы болды. Мықты мысалы паримен қандай жекпе-жек көрсетіп тастады, стойкада мысалы төбелесіп. Ешкім сол күтпеді ғой секілді күресі де сөзсіз исламның мықты. Волконовский аяқпен теуіп қолда салды мысалы, сол секілді қатты жинап алды ислам. Бұл жерде көріп тұрған жоқпын, Арман Сарукян шығып исламды ма таң қалдырады деген нәрсе жоқ. Кім Оливерамен қара мысалы қандай жекпе-жек беріп тастады кімге. Сарукянға сәл қалды мысалы, ал ислам оны жеңіл өтіп кетті. Сол секілді бұл жерде сөзсіз менің жеңімпазым бұл жерде Ислам Махаджи. Арман Сарукянды айтып жатырмық қой жаңа, енді жоқшылық көрмеген жігіт деп, бірақ мен бойларын қараймыз ғой, бірақ жағдай болса да зрелище бой көрсетеді, нокауттар бар. Мынау соңғы неде инстаграмдарға шығып жатыр енді өзінің формасы, енді анау деген форма деген қайта салып жатыр енді. Бұл неде енді бұрынғысы, бірақ сонда да қазір вообще болып тұр ғой енді. Сол ғой енді қазір Сарукян енді білмеймін, жаңа айтып жатыр жұмекен ішінде барды. По-любому болады ғой іште. Өйткені екеуінің бойы болған кезде ислам ел екеуінің күресі деген страшный енді, ана күрес деген былай лақтырады, былай шығып кетеді, былай шығып кетеді. Стойкада енді бұл да удар нокаутирушы ғой негізі. Ислам кімді Оливераны боковоймен ұрып құлатқан кезде сол кезде бастап уже қолға қоя бастады. Енді күрес келген кезде екеуінің де күресі негізі нормально сияқты былай қарасаң. Енді классым кім ислам мықты, бірақ енді Сарукянның физика жағынан сәл кішкене бар сияқты физикасы. Енді білмеймін, ұтып кетсе енді білмеймін, бұл жерден 50-50 ғой. Біраз адам жүрегі енді бұл бойды енді көреміз ғой, енді ұйықтамай енді. Жалпы екеуі де жаман жігіт емес. Өте қызық карт негізі, UFC 311 өте қызық. Және бір маған қазір ұнап келе жатқаны, ешкімде андай бір жарақат ештеңе болмай тұр да. Біреу ұшып кетіп жатқан жоқ айтыр, барлығы келе жатыр ше. Уф деп айтыр. Себебі сол мен басынан бастап көрдім ғой осылардың, жаңағы өзім болдым сол Вегаста пресс-конференцияларын, және осы жолды көріп келе жаттым. Ешкім айтыр бойдан шыққан жоқ. Және Арманның тағы бір айтқаны, жаңа Жұмеке сіздің ішінде қалып кетті деп отырсыз ғой. Арман былай айтыпты, егер де мен исламды ұтсам, болды бітіремін UFC-ді. Карьерам? UFC карьерамды бітіремін, бойға шығам. Бірақ тек қанандай выставочный бар ғой, ақша үшін. Мысалға бір 1 миллион, 1,5 миллионға шықпаймын, шықсам 10-ға шығам дегендей ғой. Мен себебі UFC-дің чемпионымын. Енді бұл жігіт былай қарап тұрсақ, шынымен ақшадан қатты бір несі жоқ қой. Үстіне киіп жүрген киімі кеше барды да Лос-Анджелеске барды да Ламборгиниді арендаға алыпты. Сонымен қалада жүр мысалға. Пресс-конференцияға сонымен айдап келді өзі. Қолындағы сағаттарын қарасақ, әрбір пресс-конференцияға кәдімгідей жоқ дегенде 250 мың, 300 мың доллар тұратын сағатпен келеді. Бұның айтқанында сол жаңағы басындағы өзінің бір ішіндегі исламды ұттым, болды. Сонымен енді ары қарай тек қана выставочный бойларға шығам деп отқан сияқты. Көрдің ғой, сөздің аузында бауырым, құндылыққа байланысты да бұл нәрсе. Ал бұның ойлауы солда, ал исламның ойлауы басқаша да, түсіндің ба? Олар тарих жасағысы келетін адамдар ғой. Ал тарих жасайтын адамдар ол соңына дейін баратын адамдардың бірі. Мен жеке менің өз ойым. Енді мынаны өзің айтып отырсың, жаңағыдай әңгімелер айтып отыр деп отырсың да, бұлар қысқа ойлайды да, ал кімдердікі ол түбінен келе жатқан тарих жасау да. Енді екеуінің өзің ойлам салыстырып қараш, ислам егер қазір осыны өтетін болсам дейді, мен тарих жасағым келеді, 77 килограммға көтеріп чемпион болғым келеді дейді. Екеуістен. Екеуінің мысалы айырмашылығы қандай да? Сол сияқты ғой. Мен ойлаймын, сөзсіз жерде ислам мен үшін чемпион. Енді бұл жерде чемпион болады. Әкесіне доказать еткісі келе ме, әкесі осыны ұтсаң қоя сал деген сияқты. Мүмкін, мүмкін. Енді әкесін де тыңдайды. Енді ислам тарих жасайды деп шынымен ол. Ислам Хабиб десең уже әкесі ар жағында тұр. Хабибтің артында, одан ислам тұр, исламның астында Омар тұр, ошын бұлар. Енді исламда мысалы қазір жай ақша тауып отқан жоқ қой. Молда қазір еңбегін бағаланып миллиондап тауып отыр мысалы. Көрсетті о жағдай. Соның екеуін айтам да, тек мақсаттары екі түрлі едім де, екеуін айтам да. Бұл жерде Арман да енді бір сол несін айтқан, бірінші армениялық болғым келеді дегендей. Бірақ енді жаңа сіз айтқандай біресе былай болып тұр ғой.
түсінікті бұл жерде. UFC-дің өзі мына қарап отырмыз, UFC-дің ресми сайтында жалпы ислам егер де жеңіліп қалса, бұл жерде минус 325 ұпай жаңа рейтингтен айырылады екен. Ал Арман керісінше плюс 260 ұпай. Яғни бұл жерде ислам кәдімгідей фаворит деген сөз. Ал Мерап пен Омардың төбелесінде бұл жерде керісінше Мерап чемпион болса да, жеңіп жатса плюс 230 ұпай алады. Ал Мерап жеңіліп қойып жатса минус 285. Бұл минус деген, яғни фавориттерге минус береді. Яғни бұл жақта да Омар фаворит болып тұр. Сіздің ойыңызша Ислам Махачев, енді тағы да бір болжамға келейік. Бұл жерде уақытынан бұрын аяқталуы деген жекпе-жек айту өте қиын екеуінен де. Енді андай случайно тек кетпесе соққылар. Бірақ енді екеуі де бірін-бірін жекпе-жек өткізген, бірін-бірін біледі. Енді ойламаймын, ойбай 5 жылдың ішінде соншама нәрсе жинап алуға мүмкіндік деп. Жоқ, ол бір нәрсені сүйреп келе жатыр, ол екеуі өйткені бір багажбен келе жатыр. Өйткені екеуінің мықты әлсіз тұстарын біледі. Сол 5 раундтық жекпе-жек бұл жерде менің. Ислам төрешілер шешімімен жеңіске жетеді деп ойлаймын. Дұрыс айтады, по-любому мен бірінші раунд бұлар рубиться етпейді. Жайлап жүреді, 2 раунд, 3 раунд аккуратно, ешкім ашылмайды. Жаңағындай ғой, бұл жерден бір удар шешіп кетеді. Бірақ енді бір удар жіберіп қоймайды ғой, Ислам углында Хабиб тұрса тем более. Сосын аяқшы бап 10 удар жібереді ғой. Айқайлаған кезде аккуратно. Енді Арман Сарукян енді сол нокаутқа ма жіберуге бір енді ұмтылатын шығар. Сөйтіп жүріп бір шашап қалмаса, рубиться етем деп. Бұл жерде Армандадан да бір ой бар сияқты да. Бір құлатам деп. 5 раундқа созса, ұтылып қалам ба? Иә, күрестен алайын десе болмайды. Қиындау. Таза төбелес бұрып құлатайын десең, мүмкіндік бар, бірақ өзіңде ашылып қалу мүмкінсің, шаршап қалып езіліп қалу мүмкінсің. 5 раундқа созып сондай бір план қойын десең, ол да қиын да. Сол үшін енді менің білмеймін ғой, менің жеке ойым деп айтайықшы, Арман енді сәл шабуылға шығуға тырысатын сияқты. Сол ғой. Себебі бұның мүмкіндігі сол, уақытынан бұрын аяқтап көруге тырысу. Ал енді соңына дейін баратын болса, енді Ислам қиын. Енді бәрі сөйтіп айтады, Арман да мықты күреседі, күресіне сөз жоқ, әңгіме жоқ. Бірақ енді бірінші жекпе-жекті алатын болсаңдар, шабуылдың бәрін Ислам жасады ғой, білсеңдер. Дұрыс па? Енді ол кезде енді сол ғой. Одан кейін Исламда қатты қосты ғой, мысалы, оның контролі жақсы, мысалы, күресте бірінші атаканы сол жасайды әрқашан. Арман енді бұл жерде мен ойлаймын, барып Исламға әшейін барып кіре салады, бірақ от деген сияқты. Оның тек қана қорғаныста болатын секілді. Күрес жағынан келетін болсақ. Енді сол бұл бағын іздейтін болса, сол стойкадан іздейді ғой. Өйткені Исламмен жай барып күрес салу, аяғын өте салу деген ол ауыр проблема ғой. Ол Фуран астына түсе салып тұрған деген. Ауыр проблема ғой, сөзіне керек. Фураны былай тоқтатсам енді кіммен дайындалып жүр мысалы ол деймін да. Ислам Хабибпен күреседі әрқашан. Ол Исламның өзі айтады, Хабиб сен үстіне жатқан кезде сен плита басқандай болады дейді. Сол сияқты ғой. Түсінікті, екеуіңіз де бұл жерде 5 раунд болады, Ислам жеңеді деп. Менің фаворитім Ислам. Ал жаңа Мерап пен Омар ол жерде мен фаворит. Түсінікті. Енді біздің өзіміздің жігіттерге келетін болсақ, Асу бір американдық спортшы. Иә, бірінші наурыз күні төбелеседі дейді. Қаншалықты енді осы туралы айта кетейік, өзіміздің жігіттер туралы. Енді мен әрқашан Асумен де бір командада болдым. Бірақ Асудың несі да андай бір спорттық неде болады ғой, фартовый деп айтады ғой. Бір сондай жолдары бар да Асуда. Мысалы, баққа да байланысты бұл жерде иншалла. Аллахтан. Бірақ Асу андай өзінің ісіне, тірлігіне өте мұқият жігіттердің бірі ғой. Негізі намазында да болсын, өмірлік несінде де болсын, спортқа да болсын. Бір шетінен өзгеше спортшылардан ерекшеленетін осы ғана қасиеті бар да Асудың, жақсы керемет. Немесе бәріміздің жасап жатқан сол бір нәрсе ғой. Бірақ ертең Аллах тағалам қалып бағы жауып жатса, мен ойлаймын ол кім қарсыласы ол Эрцик дейді. Стив Эрцик 9-шы орында тұрған. Бір қатты бір не емес сияқты ол Асу үшін ше. Асу ол егер шындап күресетін болса, бір күресімен ғана оны мойындатып жүруге болады жаңа қарсыласта. Сол секілді Асуға өте керемет мүмкіндік, кім біледі, егер осыны өтсе Аллахтың қалауымен
белбеуге әбден беріп қалуы мүмкін, өйткені 57-те білесің, андай қазір өшіп бара жатқан весовойлардың бірі ғой. Сол секілді жаңа ат керек оларға, жаңа жұлдыз керек, сол секілді мүмкін осы жекпе-жектен кейін асуға әбден беріп қалды мүмкін. Стив Эрцик астра бой дейді, 12-де 3 екен рекорды. Соңғы жекпе-жегін Францпен төбелескен екен. Кайкара Францпен белбеуге таласты ғой, ұтылды ғой, ұтылып қалды. 5-те 3 бар рекорд сондай, UFC-да. UFC-де солай, қатты бір. Мен көрдім, стойкада нокаутер былай. Жақсы өзін сезінеді, бірақ күресі енді асуға қарағанда кішкене төмен ғой енді. Енді асу осы уақытқа дейін енді стойкадағы барлармен де шықты ғой. Сол күресімен жайлап мыжбаса. Алып ары қарай сол кеште походу осылар төбелесетін жерде 57-те тағы да біреулер төбелеседі осылардың весінде. Кім? Рамазан Темиров па? Может, Рамазан Темиров, егер Рамазан Темировке да айтты, енді тоже енді дебютте енді жарқын болды, нокаут жасады. Оған да енді айтып жатыр енді осы кеште травма алып басандар, біреу алып баса, типа орын ауыстыруға қалайсыңдар деген кезде. Типа осы салмақ Рамазан Темиров пен Чарльз Джонсон. Рамазан Темировпен шыққан, походу Жалғас Жұмағұловпен шыққан ба? Чарльз Джонсон ба? Бой ұзындау кейін. Американдық екен. Ол соңғы жекпе-жегін ұтты ғой, қателеспесем. Японец ма, бір кореец ұтты сол. Қазір Рамазан Темировпен шығатын. Мудаэрджи дейді. Соны жеңген екен. Жалғасты 22-ші жылы 19-ші қарасада жеңген екен. Өйткені ағасы өзінің түрі таныс, бұның бойы ұзын, еще не ғой, қолмен ғой, қол аяқ, күресі защита беріп. Енді Рамазан Темиров енді екеуі. Рамазан терминатор ол, типкетсе жайға жүреді ол. Физика деген прям кір. Жақсы, мысалы тиген қотатын балдардың бірі ғой, 57 кг салмақта. Әбден мүмкін. Жас, аш. Енді олар туралы алдағы уақытта айтамыз. Енді біздің басты осы UFC жауынгерімізге тағы да ақпарат шықты. Мамырда UFC 313-те немесе 14-те Белал мен Шафкаттың текетіресін көріп қалуымыз әбден мүмкін деді. Жалпы осы туралы қалай ойлайсыздар? Осы жол енді ешкім не қылмайтын сияқты. Шығатын сияқты. Осы жол біз көретін сияқтымыз. Ешкім бір қашып құтылып кетпейтін сияқты, ешкімнің жарақаты болмай. Бірақ енді Шафкаттың соңғы осы тізесінде жарақаты болды деді, ол енді жазып үлгеретін шығар дегенде ойда бармыз. Ол енді бір керемет текетірес болайын деп тұр ғой. Асу қателеспесем қазір кемпқа кетті Таиландқа. Таиландта Тайгер Муайтайда сбор етіп отыр ғой. Оқу-жаттығу жиын. Шафкат осында. Шафкат қазір демалып жатыр. Қазір енді жасайды ғой, бірақ қатты емес. Полноценный кіріскен жоқ. Қызықты жекпе-жек, әдемі. Бәріміз болса қуанамыз ғой. Әрине. Болса қуанамыз, және де басқа да біздің жауынгерлерімізден Диярдан қателеспесек, бой берді ғой Диярға да. Берді ма? Жекпе-жек берді ғой. Кімде берді? Бір Дияр Нұрғожаевқа кімде беріп еді? Мен сол ақпарат жіберіп аппын. Берді ма? Беріп қойды ма? Жекпе-жек беріп қойды. Шығып қойды ол жүрнесі. Түсінікті. Онда Дияр болса кім қалды бізде? Асу қалды. Бекзат Әлмахан сборға барып. Бекзат сборға барып келді. Енді бой күтетін шығар. Осы қазірге шығатын осы екі жігіт қой. Осы екі Асу мен жігіт Дияр. Барлары, қарсыластары белгілі. Осы жақын арада. Түсінікті. Олай болса соңына да келіп қалдық. UFC 311-ді көрейік. Күтеміз. 19 күні сенбі күні таңда болады. Жалпы тұрып қараңыздар, енді өте қызықты. Обязательно. Текетірес болайын деп тұр. Және біткеннен кейін көрейік енді. Қайтадан бір жиналып, қайтадан бас қосып, өзіміз осы жерде отырып шай ішіп дегенде бізге жақсы болды ғой. Өздеріңізде не жаңалық? Соны сұрайықшы. Бар ма? Жұмеке, сіз тағы да бір бой анонс болды жақында. Бұйырса, Алла бұйырса, Наматта менің кезек жекпе-жегім 8 ақпан күні балуан шолақта болады. Алла қаласа барлықтарыңыз күтем. Өте қанды шайқастардың бірі болады. Ол жерде менің қарсыласым ресейлік дағыстандық Расул Мирзаев, лақабаты Черный тигр. Өзім осы жігіт сұрап алған болатынмын. Бұйырса, сол қанды, қызықты жекпе-жекке келіңіздер. Бірақ Жұмеке, сізде қансыз деген жоқ қой. Енді өзім сұрап алған, сол өзім үшін бір тарих жасағым келеді, осы жекпе-жекті есте қалатындай етіп, көрермендерге ұнайтындай етіп өткізіп. Сол секілді ол Расулды мен өзім сұрап алғам. Дайындық бастап кеттіңіз? Дайындық, мен әрқашан дайындықтамын. Құдайға шүкір.
бұйырса бұл жолы енді мен қатты салмақ қоймаймын, өйткені бұл жерде 70 килограмм салмаққа шығамыз. Жақсы. Өйткені наматта ол жерде қатты салмақ рөл ойнамайды, сол себепті бұл менің қалауым, бұл менің сұрап алған жекпе-жегімнің бірі. Керемет, сәттілік тілейміз. Ақтөре, Иә. қарап жүрміз әлеуметтік желіде. Дайындық деген қарқынды түрде қалдырмай күнде барып жүрсің, ауылға барып келсең де ауылда жүгіріп жүргеніңді көріп жүрміз. Алла қаласа сол февральда октагон 70 болады, юбилейный. Соған кіреміз, Алла қаласа. Сол жерде бір енді бұл жол енді жақсылап дайындалу керек, алдында деген 20 күн деп. Шыны керек, ойлансаң бір сборға барған емеспін, өзім шыны керек осы уақытқа дейін бір спонсорым да болған емес. Чисто өзіме спонсорым, жұмыс істемеймін, тренировка. Сол кейде енді сол жаңағындай әлеуметтік желіде көп отырып қаламыз, әлеуметтік желіге келіп алдық та содан кішкене жалқаулық басып кетеді да. Енді өткенде енді Жұмекеңнің бойына бардым ғой енді бокста. Сол кезде бір мотивация алдым мен действительно. Енді осы уақытқа дейін қанша болды өсіп келіп жүріп, күрестен бастадым деп мен қараймын ғой. Күрестен келіп, өткенде шыққан соңғы соперник деген анау деген жас болды. Анау удар тиген кезде хлёсткий ғой енді мен жақтан айқайлап жатыр енді естіді ме естімеді ме білмейміз ғой енді. Риза болдым, ешқандай да андай бір мен нокаутқа түсіп қалып ондай болған жоқ. Шүкір Аллаға. Андай енді бір таза бір ұтылып қалған жоқ деп ойлаймын өзім. Ничья берсең де ренжімейміз ғой негізі. Енді аняқа берден солай болу керек болды. Міне сынған жоқ. Осылай жеңілсе де сразу же қайттан Расул Мерзаевпен енді ол бойды вообще күтеміз. Алла қаласа осы 8 февраль ғой. Шулататын шығар. Енді солай бір-бірімізден өстіп бауырларым мотивациялайық. Алла қаласа февральда соны ұтып, ары қарай Рамазан айын жақсылап қарсы алып алу керек болып тұр. Тағы да бір сұрақ, осы соңғы біздің подкастқа келген кезде Жұмекең залға шақырған еді. Залдың адресін жоғалтып алды бұл кезде. Сен бізге кел, көресің деген есіңізде ма? Сол мәселе не болып жатыр? Сол барайын десем, сол 8 февральға травма болмайды, травма беріп қойсақ. О жақта қатты болып кетеді. Деп ауыр айтып кетсем, жоқ. Қатты кетті ол. Білмеймін енді. Енді бауыр ретінде шақырды ғой енді. Барғым келеді, негізі Алла қаласа, енді Сақпро тимға сбор өтіп жатыр ғой енді. Соған кіре алмадым енді, үлгермедім. Пока өзім мына жақта дайындалып жатқан кейін, Алла қаласа енді жарысқа дайындық, салмақ қойып жатқан жоқ. Аккуратно, конечно, алыс көрдік қой енді. Өту керек. Стойкадан шанс жоқ қой енді, біліп тұрық қой. Бірақ енді сонда да жақсы ғой, приятно. Енді мен бір нелерін көріп қалдым енді. Спарринг жасап жүрді Жұмекең енді. Еркебұлан Тоқтармен, тағы бір балалармен байқайсың енді рубиц етіп, енді кейбіреулер болады бір кеп қалсаң ыңғайы келсе бір печеньге отырғызып құлатып алу ондай ой жоқ енді. Таза ма? Таза. Біз таза бауырлық ниет қой, сөз шыны керек. Ондай не алмасқанға жақсы ғой негізі. Көрсін, негізі бұл нәрсені бұған бекей берген жоқ қой, негізі соңғы жекпе-жегін сәл адам тәубесіне түсіріп қою керек та. Содан енді бұл басқаша көзқараспен қарайды қазіргі таңда. Бұл аш, ертелік оралғысы келеді. Ана хейттардан кейін бар ғой, хейттар жатсам хейт есіме түседі, сразу. Қайтарғың кеп па? Ал бізде ондай жоқ па, кеп, ойбай анау кеп қап, мынаны қап тұрайық, онда ниетімде болмаған сөздің ішінде. Біздің қазақ өз-өзімізді қолдамасақ, жан-жақтан келіп ешкім қолдамайды. Мен сол бар мақсатым әйтеуір Ақтөрені залға алып келіп, жаңағы қазақ бауырлармен өзіммен тренировка істетіп, кішкене өсу мақсатында ғана, басқа ешнәрсе емес. Егер менің тарапымнан бір қандай да бір пайдам тиіп жатса, бұл мен үшін қуанышты нәрсе да. Бұл басқа ешнәрсе. Рахметін айтамыз ғой. Жоқ, дұрыс айтады, қазақ көтермен кім көтереді. Енді былай қарап отырсаңдар, міне Хабибтің командасына. Көріп қой. Неге ондай болмасқа? Омардан кейін Усман келе жатыр ғой жақта тағы да. Үшінші Нұрмағанбетов келе жатыр ғой. Сол сияқты қой, дұрыс айтады. Маған сол ұнайды қатты, Усман. Төбелесу мәнері күшті десе. Әдемі. Кино. Сол үшін родной кел залға, айналайын бауырым, кеш құрсын. Күтіңіздер, сен күтіп өліп кетшін. Бір спарринг рилс күтіңіздер. Достар, өз сұрап алды спарринг ештеңе деген жоқ. Мен көрдің өз камера бар дейсің. Жұмекеңмен бокстасып беремін, бірақ артынан грэпплинг күрессек бола ма? Проблема жоқ, родной. Билемесең болды саған. Биден тошылып отыламын, родной. Керемет, достар, осындай керемет бір әзілді, ағалы, інілі бір атмосферада подкастымызда соңына келді. Міндеттерде күтеміз. Рилсті біздің оқырмандарда Ақтөреге жазыңыздар. Не болып жатыр, Жұмекең залға барып алсың ба, жоқ па деген. Мазаламасаңдар келмейді бұл. Барам.
Бүгінгі біздің енді подкастымыз осы UFC 311-ге арналды. Қонақтарымыз әдеттегідей Жұман Жұмабеков, Ақтөре Батырбек және де Әлім Лайф YouTube арнасының жүргізушісімен Әлімжан Тасболатұлы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.